Баарыңызга кайырлуу күн достар. Бүгүн өтө дәмдүү колдон кесилген кеспе көжөнүн калай дайындайтынын көрсөтөтүн боламын. Өтө керемет болуп чыгат. Минеки алдымен казаныбызга майымызды куюп аламыз. Кызган соң этибизди жакшылап кызарганча кууруп алатын боламыз. Онун үстүнө пиязымызды саламыз. Және сабызымызды өткізіп салдым мен. Сіздер үлкен ет турасаңыздар да болады. Өйткені біздің балалар жемейтін болғандықтан осылай өткіштен өткізіп жіберетін. Енді паприкамызды, тұзымызды, томатымызды қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Қып-қызыл етіп қуырылуы қажет. Енді картошкамызды салып, тұздалған суымызды құйып, жақсылап қатты қамыр елетін боламыз. Мінеки қамырымыз дайын болды. Оны мезгілге қойып, енді жаятын боламыз. Өте керемет болып жайылады. Кеспе көжеміз үйдегілер қатты жақсы көреді. Сіздер де дәл менің видеомдағыдай жасап берсеңіздер болады. Керемет болып шығады. Қамырымызды екі шетінен басып жаятын боламыз. Жұқа болмауы қажет. Кеспе көженің қамыры сәл қалыңдау болады. Еттің қамырына қарағанда қалыңдау болады. Және оны жіңішкелеп кесіп шығатын боламыз. Дәл осылай шығуы қажет. Енді қайнап тұрған сорпамыздың үстіне салып, песомен қайнатып алатын боламыз. Мінеки дайын болды. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер.